Өздігінен пісе беретін, бүгін түскі асқа өте дәмді осындай бұқтырманы жасаймыз. Әр ел әр түрлі айтады. Біреуі бұқтырма десе, екіншісі дімләма дейді. Алдымен қара қазанымызға сұйық майды, етті салып, жақсылап тұздап бұрыштап аламыз. Одан кейін барлық көкөністерді осылай видеодағыдай салып шығамыз. Міндетті түрде петрушканы қосамыз. Бір стақан суға бір шай қасық кетчупты салып, үстінен құйып, 20 минуттай қатты отта, одан кейін баяу отта 1 сағаттай бұқтырып пісіреміз. Ал енді жақсылатып қамырын жасап аламыз. Салмасына пиязбен мен осындай жуадан қостым. Қамырын жұқалатып жайып, арасына шемшкі майды жағамыз. Одан кейін салмасын саламыз. Мантоваркіде 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін бұқтырмамыз да дайын болады. Енді дайын болған бұқтырманы видеодағыда жақсылатып табамызға саламыз. Капустадан, көкөністерден, одан кейін етімізден саламыз. Енді дәмі қыздар шынымен де керемет болып шығады. Ал қара қазанды қайдан алдыңыздар десеңіздер, қыздар, әрине өзіміздің тез приложениесінен алдым. Бір-ақ күнде доставкамыз келді. Дәл видеодағыдай тез приложениесін скачать етіп алып, сізде тапсырыс берсеңіздер болады. Енді қазанның түр-түрі бар, парақшам пайдалы, тіркелеміз.